Иван Панфилов атындағы нөмірі 5 мектеп лицейі мен Беларусь мемлекетінің астанасы Минск қаласының нөмірі 26 мектеп арасында достық қарым-қатынас орнаған. Жуырда қос білім ордасының ұжымы тікелей байланысқа шығып, ашық сабақ өткізді. Қызылордалық оқушылар Минск қаласының оқушыларымен телекөпір арқылы байланыс құрды. Александр Сергеевич Пушкиннің 225 жылдығы аясында ұйымдастырылған шарада қос тарап бір-бірімен ой алмасып, білімдерін шыңдай алды. Яғни қазақстандықтары белорустықтарға Абай шығармаларын оқыса, Минск оқушылары Пушкинді дәріптеді. Яғни 5 мектептің 4-ші Е сыныбының оқушылары жоғары дәрежеде дайындалып, Абайды барынша танытуға тырысты. Өлеңдерін жатқа оқып, ән айтты, домбыра тартты. Абайдың жаз әнін айттым. Беларусияға ұнап, біз Қазақстан Абайдан сұрақ қойдық Беларусияға. Беларусия бізге Пушкиннің сұрағын қойған. Маған осы ашық сабақ ұнады. Ашық сабақта татар ұлтының өкілі Айрат Гатиатуллин ерекше назарға түсті. Ұлты басқа болса да Абайға деген көзқарасы мен махаббаты ұйымдастырушыларды тәнті етті. Сегодня у нас... Мен бұл телекөпірге ерекше дайындалдым. Абайдың көптеген өлеңдерін жаттадым. Өткен жылы Абайдың құрметіне ұйымдастырылған білім сайысына қатысып, жеңіс тұғырынан көріндім. Маған Абайды оқыған ұнайды. Я очень благодарна своим ребятам, которые сегодня активно участвуют. Менің оқушыларымның бұл телекөпірге жоғары дәрежеде дайындалғанына өте қуаныштымын. Минск оқушыларының сұрақтарына көп ойламастан жауап қайтарып отырды. Барлық шәкірттеріме алғысымды жеткіземін. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта осындай бағыттағы ашық сабақтарды қаламыздың өзге де мектептерінде өткізуді қаперге алды. Ол жазды Ерлан Жоматаев, Алданазар Нағымет, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.